Азан шақырып қамат сүру кімнен қалды? Жебірейіл періштеден қалды. Әлімсақта адам ата жаралған соң ібіліс періштелерді ертіп адамды тамашалауға келеді. Адамның денесіне кіріп бүкіл ағзасын аралады. Сосын оның құлағын сипап, құлағын хақ сөзге керен қылдым, дүниенің ғана сөзін естейтін болады. Хикметті сөзден енді ғибрат алмайды деді. Көзін сипап, ақиқатқа соқыр қылдым деді. Аузын сипап, бейпіл сөзге бейім қылдым деді. Мұрнын сипап, пейіштің иісін сезбейтін қылдым деді. Осыдан бастап пенденің 5 сезім мүшесі ақиқатты айырмайтын болды. Тәңірісі Жебірейілге бұйырып, адамның оң құлағына азан шақыр, сол құлағына қамат түсір деді. Періште азан шақырғанда адамның құлағы ашылып, хақтың әмірін ести бастады. Осыдан бастап мұсылманды құлшылыққа шақырғанда, Жебірейілдің үлгісімен азан айтатын дәстүр қалыптасыпты. Құрбан шалу кімнен қалды? Ыбырайым пайғамбардан қалды. Ол тәңірісіне бүйдеп дұға етті. Аллам, маған ұл берсең, мен де сенің жолыңда ең қымбат затымды аямас едім деді. Жаббар хақ тілегін қабыл етті. Ыбырайым 90-ға келгенде Ажар анамыз бір ұл туып берді. Оған Ысмағұл деп ат берді. Қартайғанда көрген жарығы болған соң, ұлына көңілі ерекше ауды. Бір күні тәңірісі оны ауыр сынақ қалды. Уәдең есіңде ме? Ұл берсең барымды да, нарымды да аямаймын деген едің. Ендеше жалғызыңды мен үшін құрбандыққа шал деді. Сынақ Ыбырайымға ауыр тиді. Бірақ ол уәдесіне берік еді. Пайғамбар ұлын ертіп таудың төбесіне шықты. Көкірегі қарсы айырылып, жүрегімен қан жылап тұрып, ұлын құрбандыққа шалды. Бірақ Құдайдың құдіретімен өткір пышақ өтпей қалды. Сол сәтте Жебірейіл періште көктен қошқар алып түсті. Ұлық Алла Ыбырайымға, сынақтан өттің, маған ұлыңды емес, қошқарды құрбандыққа шал деді. Ыбырайым қошқарды құрбанға шалып, етін ел жұртына әкелді. Бұл кезде ел жұрты Ысмағұлды жоқтап қайғырып жатқан еді. Олар тірі келген баланы көріп қуанып сала берді. Қуаныш 3 күнге созылды. Осыдан бастап құрбан шалу, құрбан айт тойлау бізге үлгі болып енді. Зікір айту кімнен қалды? Әзіреті Мұхаммед пайғамбардан қалды. Әлем әу баста жаралмай тұрғанда Тәңірі тағала Бисмиллахир-рахманир-рахим деді. Ол сөз сол заматта бір тамшы нұрға айналды. Жарық нұр жарқырап шыққан бойда ұлық Аллаға құйқылжытып 1000 түрлі әуенмен зікір айтты. Зікірдің үні қою қараңғы кеңістікті қақ жарып, жап-жарық сәуле шашты. Ұлық Алла ерекше махаббатпен ол нұрға Мұхаммед деген көркем есім берді. Оның есімі Алланың мақтаулысы дегенді білдіреді. Нұр Мұхаммедтен соң зікір айту қалам мен лаухаға мирас болды. Қалам зікір салғанда мәрмәрдай аппақ түске енді. Лауха зікір салғанда жұлдыздай жарқырады. Онан соң зікір айту аршы мен күрсіге нәсіп болды. Аршы мен күрсі зікір айтқанда қараңғылық пердесі түріліп, ғаламды жарық жайлады. Онан соң зікір айту періштелерге бұйырды. Онан соң зікір айту отқа ауысты. От зікір айтып еді, ғайыптан жел ұйтқи соқты. Желді зікір айтып, Алланы ұлықтай бастап еді, оның әсерінен сулар аға бастады. Су зікір айтып құйқылжытып еді, балықтар жөңкіле жүзді. Балықтар жаппай зікір айтып еді, құмның басы бірігіп, тыңайған топыраққа айналды. Топырақ Аллаға мадақ айтып зікір етіп еді, топырақтан дән өніп шықты. Дән зікір айтып еді, дереу бүр жарды. Бүрден гүл ашылды. Гүл зікір айтып еді, айналасында жасыл желек шөп жайқалды. Шөптер зікір айтып еді, бойлары көкке жетіп, алып ағаштарға айналды. Ағаштар зікір айтып еді, бұтақтарына құстар келіп қонды. Құстар зікір айтып еді, жердің беті жан-жануарға толды. Жануарлар жаппай зікір айтып еді, адамның тіршілігіне мән дарыды. Адамдар зікір айтып еді, арасынан ақ жүректі момындар іріктелді. Момындар зікір айтып еді, одан көкірек көзі ашылған әулиелер легі сап түседі. Әулиелер зікір айтып еді, пайғамбарлар пайда болды. Пайғамбарлар зікір айтып еді, олардың ізінен үмбеттері шұбырды. Үмбеттері зікір айтып еді, 18.000 ғалам тербеліп кетті. Ара зікірі кімнен қалды? Зәкәрия пайғамбардан қалды. Қаскөйлер оған күн бермеді. Пайғамбар жұртынан қашуға мәжбүр болды. Қашып келе жатқанда алдынан қалың емен көрінді. Еменге мені дереу жасыр деп бұйырды. Ағаш ашылып құшағына пайғамбарды жасырды. Бірақ Зәкәрияның шапанының етегі қабығына қысылып тысқа көрініп қалды. Дұшпандар оны тауып алды.
ағашты қалай ашарын білмеді. Амалсыз талды арамен кескілей бастады. Сол сәтте Закария Құдайға мені құтқаршы деп жалбарынды. Құдай тағала: «Әй Закария, пайғамбарлығыңа сеніп ағаштан көмек сұрадың. Мұның қателік болды. Енді зікір айтқан халде ажал табасың. Болмаса имансыз кетесің» деді. Закария араның дыбысына ілесіп, зікір айтып бастады. Осылайша абыроймен қаза тапты. Кейінгі жұртқа зикір арра тағаты үлгі болып жетті. Алқа зікірі кімнен қалды? Дәуіт пайғамбардан қалды. Ол Тәңірсін мадақтап зікір айтқанды жақсы көретін. Бірақ саналуан әуенге қосып түрлендіре айтуды білмейтін. Бір күні тау ішінде жалғыз отырып Тәңірсіне зікір айтты. Сол сәтте оң иығына бір бұлбұл келіп қонды. Ол зікірге қосылып құйқылжыта сайрады. Артынша сол иығына қонған бір қарлығаш зікірге қосылып шықылықтай бастады. Бұдан соң аң-құс атаулының бәрі Дәуіттің маңына қарай ағылды. Аққу келіп саңқылдады, көкқұтан ұшып қиқулады, шыр айналып торғай шырылдады, тырна келіп тыраулады, шағала болса шаңқылдады, сұңқар келіп саңқылдады, бүркіт қалықтап шаңқылдады, үйрек ұшып барқылдады, шүрегей кептер бөдене келіп пырылдады, безгелдек болса безілдеді, жапалақ желіп барқылдады, көкқұтан тұрмай қиқулады, қарға тынбай қарқылдады, әупілдек алыстан әупілдеді, шіңкілдек жетіп шіңкілдеді, құрқылтай қонып құрқылдады, жылқышы қуанып шырқылдады, күркетауық күркілдеді, бұтпылдақ секірік бұтпылдады, көкек қонып көкектеді, сауысқан секіріп шықылықтады, тауық тынбай қытқыттады, тауыс құйрығын жайып қырқылдады, шақшақай келіп шақылдады. Зікір әбден қызған кезде жылқы жарықтық алыстан шаңдатып келіп зікірге қосылды. Ол кісіней бастады. Артынша түйе жетіп боздай жөнелді. Сиыр келіп мөңіреді. Қой мен ешкі жарыса маңырады. Ит еркелеп үре жөнелді. Қасқыр алыстан ұлыды. Жерді дірілдетіп пілде күркіреді. Борсық пен кірпі іннен шығып мырсылдады. Мысық пайғамбардың етегіне аунап пырылдады. Түлкі болса шәуілдеді. Айбатты арыстан ақырды. Құрбақа секіріп бақылдады. Осылайша Дәуіт пайғамбарды жан-жануар мен жәндіктер алқалай қоршап, онымен бірге зікір айтты. Зікірдің әуені сан түрлік мақамда құбылып, тауды жаңғыртып жатты. Зікірдің әуеніне балқыған асқар таулар, балқыған қара тастар қамырдай езілді. Жылаған кезде қара тасты жарып бұлақ ақты. Дәуіттің өзі де зікірдің әсерінен мас болды. Осыдан бастап аң-құспен бірге алқа құрып, әуендетіп зікір айтатын болды. Осы үлгісі кейінгі ұрпаққа мирас болды. Зікірде не үшін алқа қотан отырады? Бірде Дәуіт пайғамбар Сақина сияқты сауыттың торғай көз шығыр-шығын соғып бір бұрышқа үйе беріпті. Бір кезде көршісі келіп: «Уа Дәуіт, таңнан бері тыным таппадың, не соғып жатсың?» деп сұрады. Дәуіт: «Өзіме сауыт соғып жатырмын» деді. Көршісі: «Көрсем бола ма?» деп сұрады. Дәуіт үйіліп жатқан шығыршықтың ішіне екі қолын сұғып жіберіп, өзіне қарай тартты да текемет қаққандай етіп қатты сілкіп қалды. Сол сәтте сансыз Сақина сақыр-сұқыр тоқылып, майданда кетін сауыт боп шыға келді. Дәуіт сауытты үстіне киіп алып: «Мұның хикметін білесің бе?» деп сұрады. Көршісі басын шайқады. Торғай көз шығыршықтың әрқайсысы зікір алқасын меңзейді. Егер әр отбасы алқа құрып, Аллаға зікір айтатын болса, қаптаған алқалар бір-бірімен рухани байланысып, елдің рухани сауытын құрайды. Ондай сауыты бар елді дұшпан да, сайтан да ала алмайды депті. Сол себепті зікірді алқа құрып отырып айтады. Қажылық кімнен қалды? Адам атадан қалды. Әлімсақта Тәңірі тағала бүкіл адам ұрпағынан уәде алды. Оларға: «Әләсті бирабикум, сендерді жаратып тәрбие етуші мейірімді иелерің мен емес пе?» деп сұрады. Барша адам рухы: «Қолу бәлә, әлбәтте сенсің, я Алла» деп жамырай шуласты. «Ертең дүниеге барған соң мені ұмытып кетпейсіңдер ме?» деді Тәңірі. «Жоқ, біз дүние есігін аша сала сені іздейміз» деп жамырады. Жаратушы хақ: «Қияметте бәріңді топырақтан қайта тірілтіп, уәделеріңді тексерем. Өз өмірің өзіңе айғақ болады» деді. Бәрі келісті.
алынған уәдені қара тасқа жазып бір періштеге ұсынды. Періште қара тасты алып Меккеге түсті. Қиямет қайымға дейін ол қара тасты күзетіп тұрады. Бір күні Адам ата мен Хауана пештен қуылып жерге түсті. Екеуі үйленіп, жаңа жерді игеріп, күйбең тіршілікке жұтылып кетті. Сол кезде Хақ Тағала Адам атаға Меккеге қажылық жаса деп бұйырды. Адам ата сапарға аттанды, бірақ қажылықтың не екенін білмейтін еді. Меккеге жеткенде қара тасты көрді. Заматта әлімсақ уәдесі есіне түсті. Адам ата ит тіршілікке жұтылып, әлімсақ уәдесін ұмытып кетпес үшін Тәңірі Тағала оған қажылық жасауды парыз етті. Кейін бұл дәстүр мұсылман жұртына ауысты. Құбылаға қарап құлшылық ету кімнен қалды? Әзіреті Мұхаммед пайғамбардан қалды. Оған дейінгі бүкіл пайғамбар Ысқақтың ұрпағынан тарап еді. Олар Әл-Ақсаға қарап ғибадат жасайтын. Әдепкіде Әзіреті Мұхаммед пайғамбар да солардың ізімен Әл-Ақса мешітіне құбыла түзеп құлшылық етіп жүрді. Бірақ пайғамбардың бұл ісі дұшпандарға дем берді. Олар діні хақ болса неге басқа жұрттың киелі шаһарына қарап құлшылық қылады деп мысқылдайды. Бір сапарда пайғамбар намазда тұрды. Намаздың қақ ортасына жеткенде жүзіңді Меккеге бұр деген Алладан әмір келді. Пайғамбар сапта тұрып құбыласын өзгертті. Иманы әлсіздер оған ілеспет, көңілін хаққа мықтап байлағандар пайғамбарға ұйыды. Осылайша мұсылманның өз құбыласы пайда болды. Неке қию кімнен қалған? Жебірейіл періштеден қалды. Адам ата мен Хауана пештен қуылған соң бірі Саринжаб тауына, бірі Джидда тауына түсті. 40 жыл бірін-бірі көре алмай зарығып іздеумен жүрді. Бір күні Тәңірісі олардың күнәсін кешіп қос ғашықты табыстырды. Досын Жәбірейілді шақырып, екеуінің ақ некесін қи деп бұйырды. Мәкәйіл мен Ысырапыл періштелер куәлікке жүгінді. Әзірейіл періште күміс кесеге пейіштің балдай тәтті кәусарын құйып әкелді. Жәбірейіл суға неке құтпасын оқып, 2 жасқа ішкізді де некесін қиды. Осыдан бастап, бірін-бірі сүйіп қосылған 2 жастың некесін қию салтқа енді. Ғұсыл алу кімнен қалған? Адам атадан қалды. Адам ата мен Хауана жер бетіне түскенде жалғыз еді. Әрі жаңа өмірге икемсіз, қорғансыз еді. Дұшпаны Ібіліс те екеуінің ізіне түсті. Жатса тұрса аңдығаны екеуі болды. Қапысын тапса кесірін тигізудің сәтін аңдыды. Сондықтан Тәңірі Тағала екеуіне жәрдемші етіп, Жебірейіл періштені жіберді. Жебірейіл 2 жасты жаңа өмірге бейімдеді. Бір күні некесі қиылған соң 2 ғашық алғаш рет төсекте табысты. Ертесіне Адам ата ұйқысынан оянып еді, Жебірейіл жанына жолай алмай алыста тұрды. Адам түсінбей, Жебірейіл достым менен неге қашасың деді. Жебірейіл, сен түнде құмарлыққа баттың. Денеңді нәпсінің оты шарпыды. Бізді Тәңірі Тағала саф таза нұрдан жаратқан. Жаныңа жоласақ қараң жұғып кірленеміз. Сондықтан жақындай алмаймыз деді. Адам ата, қаралықтан тазару үшін не істейміз деді. Осы кезде Жебірейіл Адам ұрпағына алғаш рет ғұсыл дәретін үйретті. Салауат айту кімнен қалды? Қалам мен лаухыдан қалды. Ұлық Алла қаламды жаратқан соң оған жаз деп бұйырды. Әуелден ақырға дейін болатын оқиғаны лаухыдағы тағдыр тақтасына тіздірді. Оған лаухы махфуз деп ат берді. Қалам айнадай жарқырап тұрған тағдыр тақтасына ең бірінші Мұхаммед деп жазды. Қалам жазып болып, бұл кімнің есімі деп сұрады. Хақ Тағала, әй қалам, әдепті бол. Бұл есімді ерекше құрметпен айтуды бұйырам. Мұхаммедтің нұры болмағанда сен де жаралмас едің. Менің сырларыма қанығып, нұрыма шомылып, махаббатыма суарылмас едің. Оған құрмет көрсет, және салауат айт деді. Сол кезде қалам өзінің әдепсіздігіне ұялып, 1000 жыл бойы қорқыныштан дірілдеп, қалшылдап жазалмай тұрып қалды. Өзіне қайта келген соң, Мұхаммедтің қасына салауатты қосып жазды. Осыдан бастап Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың аты аталса, салауат қоса жолданатын болды. Тәспі тарту кімнен қалған? Әзіреті Мұхаммед пайғамбардан қалды. Пайғамбар Миғражда Алланың дәргейінде қонақ болды. Тәңірі Тағала Хабибіне сыйлық бергісі келді. Сөйтті де өзінің нұрынан 99 маржан тас жаратты. Әр маржан тасқа бір-бір есімін жазды.
Сонан соң асыл иманды жіп түріне келтірді де, оны шөрім етіп, есіп, маржан тастың ортасынан өткізді. Иман жібінің екі ұшын түйіп етіп байлады да, түйінге «Ла илаха иллалла, Мұхаммад Расулалла» деп жазды. Тәспіні пайғамбарға беріп, үмбетіңе айт, тәспіні белден төмен ұстамасын. Оның әртасында менің есімдерім жазылған. Ақыретте пенде мизам таразыға тартылып, амалымен күнәсі өлшенеді. Күнәсі басым түссе, халық қиындаса таразының екінші ұшына тәпсінің тастары жайғасады. Кім тәпсімен зікірді көп айтса, оның тастары салмақ қосып ауырлап, таразыны басады. Пендені ақырет асабынан құтқарады деді. Дастарханға бата қайыру кімнен қалған? Жебірейіл періштеден қалды. Бір күні Жебірейіл періште Ыбырайымға уақияла келді. Ыбырайым тамақты жалғыз іше алмайтын еді. 2 күннен бері нәр татпай отырған. Ол Жебірейілді көріп қуанып кетті де, оны төрге сүйреді. Жебірейіл, мен періштемін, бұл дүниенің тамағын ішпеймін. Себебі бұл дүниенің өз тәртібі бар. 5 күн жалғанда ішкен жегеннің, көрген қызықтың есеп қисабы бар. Ертең махшар алаңында бұл пәнидегі ішкен жегеннің сұрауы болады. Сондықтан дастарханнан ас татпаймын деді. Ендеше ас ішіп болған соң дастарханыма бата беріп, отбасыма дұға етесің. Астың өтеуі сол болсын деді. Жебірейіл келісті. Дастархан басында екеуі сырға толы рухани сұхбат құрды. Періште Ыбырайымның ықылас пейіліне риза болып, астан соң дастарханға бата жасап, дұға етті. Осыдан бастап астан соң дастарханға бата жасап, дұға тілеу салты пайда болды. Не үшін қажылық сапарда Мәруа мен Сафа таулары арасында 7 рет жүгіреді? Оның қиссасы былай. Ыбырайым пайғамбар 90-ға келгенше сәби көрмеді. Жан-жары Сараның да пұшпағы қанамады. Содан бір күні бәйбішесі оған тоқал етіп, Биба Ажарды алып берді. 9 ай 9 күннен соң Биба Ажар босанып, дүниеге алтын асықтай ұлы келді. Оған Смағұл деп ат берді. Осы кезде Ібіліс малғұн зымиян әрекетті күшейте бастады. Бибісараның жүрегіне тоқтаусыз уәсуәс салумен болды. Оның оң жағынан, сол жағынан келіп азғырды. Бибісара кейде қызғанышына ерік беріп, сайтанның тіліне ерді. Ашумен тоқалға да жөн жосықсыз тиісіп, ұрсып кететін. Одан бөлек Ібіліс жұртты да азғыра бастады. Олар бәйбіше мен тоқал арасындағы күндестікті ойдан шығарып, қоздыра берді. Бұл алып қашпа әңгіме Ыбырайымның отбасына ауыр тиді. Пайғамбар не істерін білмей ауыр жағдайда қалды. Сол сәтте Алладан уахи келіп: «Ей Ыбырайым, ертең сахар уақытында түйеңе Ажарды мінгізіп, Сафа мен Мәруа тауларына қарай жүр» деді. Ертесіне Ыбырайым Ажар мен Смағұлды алып Сафа тауына қарай тартты. Құмдаланы кезіп отырып бір төбенің басына келді. Түйе сол жерге келгенде шөгіп жатып алды. Әрі-бері тұрғызбақ болып еді, түйе басын жерге тигізіп, орнынан қозғалмады. Сол сәтте ұлық Алладан әуез жетіп: «Ей Ыбырайым, Ажар мен ұлыңды осында таста да кері қайт. Артыңа бұрылушы болма» деді. Бұл сынақ Ыбырайымға қатты тиді. Бірақ амал не? Ұлы мен жан-жарын бір құдайға тапсырып кері қайтты. Биба Ажар да: «Алланың әмірі болса, онда арам өле қоймаспыз. Құдайдың бір ойлағаны бар шығар» деп өзін жұбатты. Ол баласын көтеріп емізейін деп еді, сүт шықпай қойды. Баласы шөлден қаталап жылай берді. Сол кезде анасы су іздеп біресе Сафа, біресе Мәруа таулары арасында 7 рет жүгірген екен. Мәруа мен Сафа тауларының екі ортасында жүгіру салты осы Ажар анамыздан қалған екен деседі. Зәмзәм қалай пайда болды? Биба Ажар анамыз екі таудың арасында алма-кезек жүгіріп жүріп, су іздеп жүргенде сәбиінің үні шықпай қалады. Ажар балама бірдеңе болды екен деп шошып кетіп жүгіріп келді. Қараса Смағұлдың өкшесі тиген жерден Құдайдың құдіретімен атқылап су шығып жатыр екен. Бұлақ атқылап айналаға жайыла бастайды. Сол кезде Ажар анамыз суды қолымен бөгеп «Зәмзәм» деді. Бұл тоқта деген сөз еді. Егер сол сәтте суға тоқта деп айтпаса, жер бетінде екінші рет топан су басталып кетер еді деседі. Қажылық сапарда не үшін шайтанға тас атады? Ұлық Алла Ыбырайымға Смағұлды құрбанға шал деп бұйырды. Пайғамбар Құдайдың әмірін орындауға бекінді. Сол кезде Ібіліс Биба Ажарды азғырып бастады. Ыбырайым бәйбішенің ұлы Ысқақты артық көреді. Соны пайғамбар етіп, бар мұрасын аманат етпекші. Ал Смағұлды құрбан етіп көзін жоймақшы. Жаның барында ұлыңды құтқар деді.
Бибажар анамыз сынақта сынбайтын нағыз тақуаның өзі. Ол күйеуінің адал жүрегі мен Құдайдың әділдігіне иманы берік болатын. Ібілістің уәсуәсіне берілмеді. Малғұн ендігі кезекті Ысмағұлды азғырды. Оған, әкең қайда бара жатыр білесің бе деді. Ысмағұл досына деп жауап берді. Оның досы қағбаның ішінде емес пе? Құдай мәкән, ол барлық жерде, бір мезгілде бар. Әкең арқан мен қанжарды не үшін алды? Білмедім, сұра не үшін алған деді Малғұн. Ысмағұл әкесіне қарап, көке, арқан мен қанжарды не істейміз деді. Ұлым Құдайға құрбан шаламыз деді әкесі көзіне жас толып. Бұл кезде Ыбырайым екі көзінен жас ағып, ұлын қимай жылап келе жатыр еді. Ібіліс баланың жүрегін тағы түртіп, қайдағы құрбандық? Құрбандыққа шалатын малдарың қайда? Әкең не үшін жылап келеді? Мен білсем, ол сені құрбандыққа шалмақшы деді. Ысмағұл ойланып қалды. Ібіліс оның күмәнін бұрай түсіп, есің барда тезірек қаш, әйтпесе алжыған әкең сені өлтіріп тастайды деді. Ысмағұлда пайғамбарлық ұшқын бар еді. Ол уәс-уәс ой салып жатқан Ібіліс екенін біліп қойды. Білген бойда дереу кәлиме айтып, зікірін үдетіп сайтанды денесінен қашырды. Ол денесіне дари алмай қашықта құлағы салпиып қарап тұрды. Бірақ сонда да қоймай, маған қарай қаш, ажалдан құтыласың дегенді ишаралап ілесіп келе жатты. Ысмағұл шыдай алмай, Құдай жолында шыбын жаным садақа. Бірақ соңғы сәтке дейін Құдайдың рақымынан үмітім бар. Ал сен Малғұн үмітсізсің деді де, жерден 7 тас алып 7 рет лақтырды. Ысмағұлдың атқан тасы Малғұнның денесіне от боп тиді. Кейіннен жүрегін сайтанға алдырмайтын момындарға қажылық сапарда 7 рет шайтанға тас лақтыру сүндет болып бекіпті.